Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің аты жөнім Төлеміш Серікқызы. Мен Қостанай облысы білім басқармасының озат мамандырған ақпараттық технология мектеп-лицей интернатын биология пәні мұғалімі болып саналамын. Бүгінгі күні, яғни вебинарымыздың тақырыбы геймификация оқушылардың жұмысын ынталандыру әдісі ретінде қолдану. Яғни жалпы геймификация деген не, және біз оны сабақ барысында қалай қолданамыз, оқушылардың жұмысында қалай ынтасын көтеру үшін қолдануға болады деген әртүрлі сервистер түрлерімен танысатын боласыздар. Сұрақтарыңыз болса чатқа қойсаңыздар болады, және де біздің вебинарымыздың соңына дейін бізде сұрақ-жауап деген арнайы рубрика болады. Сондықтан соған дейін де сұрақтарыңызды дайындап отырсаңыздар болады. Ендігі жалпы вебинарымызды бастамас бұрын сіздермен негізгі вебинардың ережесін айта өтейін. Яғни бұл жерде басқа мұғалімдер қосылуы мүмкін. Яғни осы ережені ең алдымен айтатын ой микрофонды өшіру, яғни ешқандай кедергі болмасын, және чат арқылы сұрақтарыңыз қоюға болады. Яғни мүмкіндігінше жаңағы вебинар барысында сұрақтарыңыз туындаса, сіздер чат арқылы қойсаңыз болады. Мүмкіндігінше мен чатты қарап сіздерге сұрақтарыңызды бірден жауап беруге тырысамын. Одан кейін вебинарға белсенді қатысу. Яғни кез келген жағдайда сіздер сұрақ-жауап арқылы сұрақтар қою мүмкін, және сіздерге бір-екі тапсырма берілуі мүмкін. Сондықтан да белсенді қатысыңыздар. Жақсы, келесі жалпы геймификация дегеніміз не? Осы геймификация дегеніміз жалпы ойын формасында берілетін сабақтың барысы. Құрметті әріптестер, геймификацияны қай жерде сіздер кездестірдіңіздер? Жалпы қолданасыздар ма? Геймификацияны кездестірдіңіздер ма? Қай жерде қолданасыздар? Әріптестер, естіледі ма? Геймификация деген ол ойын түрлері ғой деймін. Қазір де бұрынғы ойын әдістері дейміз, қазір оны геймификация дейміз. Сабақ барысында қолданасыздар? Қолданамыз. Әрине, яғни кез келген пән болсын, қандай пән болмасын, жаратыстану бағыты болсын, немесе гуманитарлық бағыт болсын, кез келген пәнде де геймификация қолдануға болады. Тек қана қазіргі кезде неге оны ынталандыру дейді, неге геймификация дейді деген сұрақтарға жауап берейін. Жалпы ойын түріне осыған дейін бізде көбінесе дәстүрлі сабақ жүйесінде бізде ойындар түрлері қолданылды. Мысалы, рөлдік ойындар деген сияқты, немесе күнделікті өмірде қолданатын белгілі бір балаларға арналған ойындар дегендей. Қазір геймификацияға әрине электронды нұсқадағы әртүрлі сервистер қосылды, қосымшалар. Сондықтан да қазіргі кезде геймификация негізгі ынталандырушы құралдардың бірі деп айтуға болады, немесе тәсіл деп айтуға болады. Здравствуйте. Можете отключить микрофон? Так, енді геймификация принциптеріне келсек, негізі ынталандыру болғандықтан оған біріншіде ынта керек, яғни мотивация. Яғни геймификация негізгі принциптердің бірі ол мотивация беру болып саналады. Яғни балалардың сіздің тақырыпқа қаншалықты қызығушылығы артқанын, немесе қаншалықты маңызды екенін көру үшін сізде мотивация болу керек. Сондықтан мотивация ынталандыру үшін сіздер геймификация қолданасыздар. Одан кейін геймификацияның екінші принципі қарым-қатынас, яғни балалардың арасында топтық жұмыс, жұптық жұмыс, немесе мұғалім мен оқушылар арасындағы белгілі қарым-қатынасты айтады. Сол барысында да геймификация ол негізі топтыққа негізделеді. Одан кейін сіздерде ерекшелетін ол қызығушылық, яғни ол қаншалықты қызықты, қандай контенттен тұрады, және мазмұны қандай. Яғни қызығушылықты арттыру барысында геймификация принциптерді қолданылады. Әріптестер, естіледі ма?
Иә. Жақсы. Енді геймификацияның тағы бір ерекшелігі ол деңгейлерге бөліну. Яғни баланың белгілі бір деңгейге А, Б, С деңгейі секілді тапсырмалар, яғни дифференциациялық тапсырма ретінде қолдануға болатыны, және де деңгейлер әртүрлі айтқан деңгей, оңай деңгей, жоғарғы деңгей немесе одан кейінгі деңгей сияқты. Кешіріңіздер, техникалық ақаулықтар болды. Ары қарай жалғастырайық. Естіледі ме? Әріптестер, естіледі ме? Жақсы. Жалпы осы біздің геймификациялық деңгейлер ерекшелігін айтатын болсақ, ол тек қана А, Б, С деңгейі ғана емес, және оқушылардың тапсырма орындау күрделілігіне, белгілі бір оңай тапсырма, күрделі тапсырма, немесе орташа күрделілігі бар тапсырмалар деген секілді, немесе рөлдік ойында болса белгілі бір деңгейдегі рөл деген секілді. Енді осындай деңгейлер қолдану принциптеріне де тоқталады. Одан кейін ең негізгілердің бірі геймификацияның ерекшелігінде ол нәтиже. Нәтижеде сіз не бересіз? Мысалы, белгілі бір сыйақы бересіз ба? Белгілі бір мысалы балға деген бір яғни қосымша балға алуға мүмкіндік бересіз ба? Яғни сіздің тапсырмаңыздағы ерекшелікті көрсететін белгілі бір сыйақы. Яғни геймификацияның ерекшелігі бала осы ойын барысында соңында, яғни тапсырма орындап болғаннан кейін белгілі бір нәтиже алу керек. Қандай нәтиже алатыны әрбір мұғалім өзінің сабағында көрсете алады және сол талапты қоя алады. Ендігі біз келесі геймификацияның қажеттілігі неде? Ол біріншіден визуализация, яғни көрнекі компоненттер, яғни қазіргі геймификация ол көбінесе компьютерлік жағдайда болады, электронды нұсқада. Баланың визуалды қабілеттерін қалыптастыру барысында осы көрнекі компоненттер қолдану болып саналады. Екінші, ол сторителлинг деп айтылады, яғни бұл жерде рөлдік эффекті, яғни бала сол белгілі бір жаңағы сіздің сабағының барысында рөлге кіру, яғни белгілі бір жағдаятта белгілі бір рөлді ойнау деген сияқты, немесе рөлдік ойындар, яғни сол арқылы сіздің беріліп жатқан тақырыбыңызды толыққанды тереңді мәнді түсіну барысы болып саналады. Және креативтілік, яғни ол шығармашылыққа мүмкіндік, яғни бұл жерде осындай белгілі бір ситуация берілсе, немесе жағдаят берілсе, сол жағдаятты қандай жолдармен шешу деген сияқты. Мүмкін айтқанда қатып қалған стандартқа сәйкес емес, белгілі шешімдер көрсетуі дегендей. Одан кейін фидбэк ол енді кері байланыс, нәтижелік. Яғни кері байланыс, яғни қандай кері байланыс бар? Мысалы, геймификация ойын барысында сіздер егер де сервисті қолдасаңыздар, ол бірден кері байланыс беруі мүмкін. Яғни осындай деңгей орындалды, яғни сен осындай нәтиже бердің. Мысалы, тесттік деген сияқты, немесе квест деген сияқты, яғни әрбір қолданған тапсырмаларыңызды бірден кері байланыс алу мүмкіндігі бар. Одан кейін epic win дейді, яғни табысты жағдай. Бұл қызығушылықпен қатысу, яғни балаға ойын түрде түсіндіргендіктен, ол жаңағы сіздің тапсырмаңызды, сіздің сабағыңызды қызығушылықпен қарайды. Яғни ол қалыпты жағдайда осыны берді, яғни белгілі бір сабақ берді, тақырып берді, тақырыпты орындау керек, бағалау керек деген сияқты емес, бірден жаңағы өзінің қызығушылығы артқан жағдайда белгілі бір рөлдік мысалы контентке енген кезде немесе осында ойын түрде екенін қызығушылығын арту барысында ол қызығушылықпен қатысады. Және бұл баланың табысты, яғни сол ойын арқылы белгілі бір білім алғанын көре алады. Одан кейін вариативтілік немесе нұсқаулық деп болады. Бұл жерде әртүрлі қиындықтар деңгейі. Яғни сіз мысалы тапсырманы қандай қиындықта бересіз, қандай күрделілігімен бересіз, немесе қандай деңгейлері болады. Соның барлығы қарастырылады, яғни геймификацияда белгілі бір несі болады, деңгейлер. Мысалы, қарапайым түрде айтсақ, мысалы бізде әртүрлі қосымшалар бар, балалар ойнайтын. Сол қосымшаларда бірнеше деңгей бар. Мысалы, бірінші деңгей оңай деңгей, екінші, үшінші, төртінші деңгей деп белгілі бір сандармен берілген. Әрине, әрбір деңгейден кейін белгілі бір тапсырмалар қиындай бастайды. Сол секілді сіздерде тапсырмаларыңызды оңайдан бастап қиындыға дейін жетілдіріп, сол кезде, яғни балалардың қаншалықты тиімді білім алғанын және жаңағы сізде әртүрлі қиын тақырыптарыңызды қалай оңай жолмен түсіндіруге болатынын осы геймификация қолдану арқылы көрсете аласыздар. Одан кейін әлеуметтену, яғни бұл жерде баланы өз-өзінің дамуы бар және жарыс эффектісі. Әрине,
жарыс эффектісі бұл былай айтқанда бәсекелестік. Сондықтан да әрбір оқушы бірінші болу үшін, нәтижесінде былай айтқанда табысты оқушы болу үшін олардың арасында белгілі бір бәсекелестік пайда болады. Және де осы бәсекелестіктің арқасында сізде белгілі бір былай айтқанда алға деген ұмтылатын оқушылар саны да көбейеді. Яғни артта қалған оқушылар да мүмкіндігінше алдыға тұрған оқушылармен бірге бәсекелесе алады. Себебі бұның барлығы ойын түрде берілген. Одан кейін жалпы сіздерге сұрақ, геймификация арқылы қалай оқушы ынтасын арттыруға болады? Яғни жаңағыдан мысал келтіргеннен бөлек қандай мысал келтіре аласыздар? Әріптестер, чатқа жазып жіберсеңіздер, немесе микрофонды қосып жауап берсеңіздер. Геймификация арқылы қалай оқушының ынтасын арттыруға болады? Яғни сабағыңызда мысал келтіруіңіз мүмкін, немесе сабақтан тыс іс-шараңыздан мысал келтіре аласыздар. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз, естідің? Иә, естіліп тұр. Геймификация қалай оқушыны арттырады, иә? Осындай сұраққа жауап беру керек. Менің ойымша, біріншіден ол оқушының жаңағы мотивациясын көтереді, оның жаңағы сабаққа қатысуын арттырады деп ойлаймын. Және сол арқылы біз оқушымен кері байланыс мүмкіндігін ала аламыз. Және осы арқылы оқылған жаңағы белгілі бір пән арқылы оның үлгерімін, яғни деңгейін білуге мүмкіндік аламыз деп ойлаймын. Оның жаңағы қателіктерге, оқу туралы көбірек білуге, тағы да сол сияқты. Жақсы. Өзіңіздің сабағыңызда сіз геймификациялық сервистер қолданасыз ба? Иә, әрине қолданамыз. Әсіресе сабақ басында, яғни балаларға қалай айтады, брейнсторминг арқылы, мысалы менде ағылшын тіл пәні әртүрлі жаңағы қалай айтсам екен, яғни балаларды шеңбер арқылы жинап, өздерінің ойларын жаңағыда еркін түрде жеткізу арқылы ойындар ойнатқан кезде олар бірден өздері қалай айтсам екен, еш уайымсыз білдіре алады. Ойындар арқылы. Жаңағы миға шабуыл әдісін пайдаланасыз, иә? Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет. Құрметті әріптестер, тағы да жауап берушілеріңіз бар ма? Немесе чатқа жазып кетсеңіздер. Жақсы, ары қарай жалғастырайық онда. Жалпы бүгінгі сабақта сіздерге тек қана геймификация не екені емес, және қандай геймификация сіздер қолдана аласыздар деген ұсыныстар жасайын деп жатырмын. Жалпы сабақ барысында өзім қолданатын әрбір сервистермен таныстырып өтейін деп едім. Және бұл сервис арқылы сіздер қандай нәтижеге жету мүмкінсіздер, қандай сабақтың несінде деңгейінде этапында өткізуге болатындығы сіздерге ұсыныс жасай отыра әрбір сервистермен таныстырып өтейін дедім. Жалпы ең алдымен ең қызықты дейтін бір сервистердің бірі ол бізде электронды сервис, яғни квест деп аталады, joyteka.com деген. Бұл әртүрлі квест бөлмелерін құруға мүмкіндік береді. Мысалы, сіздер өздеріңіздің экраныңызда көріп тұрғаныңыздай, бұл квест комната. Жалпы мен өзім биология пәні мұғалім болғандықтан, менікі көбінесе әрине өзім саламда қолданылатын, мысалы спортқа байланысты деген сияқты бөлмелер бар, немесе тағы да басқада квесттік бөлмелер бар. Яғни өзіме қандай тақырыпқа сай келеді, сол квест бөлмені таңдаған болатын. Мысалы, жерде спорт, спорт әрине тыныс алуға байланысты болғандықтан мен тыныс алу тақырыбын алған болатынмын. Осы бөлмелерді қараған кезде балалар әрбір жерден өзіне айтқанда подсказка ретінде не іздейді, заттар іздейді. Яғни ол мысалы есіктің артында деген сияқты, немесе мына допты неге салу керек деген сияқты, өзінің кольцосын салу керек деген сияқты, мына жердегі сандарға назар аудару керек дегендей. Яғни балалар осы квест бөлмеге кіре отырып, яғни виртуалды квест бөлмеге кіре отырып, өзінің тапсырмаларын орындайды. Сол тапсырмалардың ішінде әрқайсына белгілі бір тапсырма деңгейі берілген. Мысалы, мына жерде сурет берілген, тыныс алу мүшелерін атаңыз. Тыныс алу мүшелерін атайды, және келесі өзінің тапсырмасына өтеді. Мысалы, мына сурет бойынша қандай аурулар түрлері, немесе қандай жүйеге байланысты аурулар деген сұрақтар беріледі. Жалпы бұл жерде әрбір деңгейде қойылатын сұрақтар, яғни балалар үшін
өте қызықты платформалардың бірі деп айтуға болады. Бұл сервис тегін беріледі. Алайда оның ақылы да несі бар, айтқанда жазылымдар бар, бірақ та бұны тегін қолдануға болады. Және бұл сервис арқылы тек қана квест бөлмелерін ғана емес, сіздер викториналық сұрақтар істей аласыздар. Терминмен жұмыс істейтін мұғалімдер болсаңыздар, терминдармен тікелей жұмыс істеуге болады, яғни оны жаттау, түсіндіру деген мақсатында терминмен жұмыс деген тапсырмалар бар. Және де видео викторина деген бар. Яғни видео викторина жалпы сіздер бейне жазбаларды көрсете отырып, белгілі бір сұрақтар көрсете аласыз, яғни интерактивті сервистердің бірі болып табылады. Одан кейін ең көбіңізге таныс болуы мүмкін, біреуіңізге мүмкін таныс емес, алайда осы Quizizz.com деген сервис, бұл интербелсенді тапсырмалардың қосымшасы, өте ыңғайлы қосымшалардың бірі. Оның ерекшелігі қатысушылар саны шексіз, және қанша оқушылар қатыстырамыз десеңіз де шексіз болып саналады, және жауабы бірден беріледі. Яғни жаңа айтып, біз кері байланыс бірден болады дегеннің бірі, осы Quizizz болып саналады, бірден жауап бере алады. Яғни соңғы деңгейде мына белгі секілді балалар бірінші орын, екінші орын, үшінші орын немесе тағысындағы, яғни қанша орында екенін көрсетеді, және де қанша уақытта, яғни жаңа тесттік сұрақтарға қалай дұрыс жауап берді, яғни неше сұраққа дұрыс жауап берді, неше сұрақ қате жауап берді, бірден және қатемен жұмыс жасауға болады. Бұл тест қана емес, ашық және сабық сұрақтарында, яғни өздері жазу керек мүмкіндігі болатында тапсырмалар енгізуге болады. Және бұл жерде екі түрлі жағдай бар. Яғни үй жұмысы ретінде берілетін бар, өздерінің тест ретінде жаңағы формативті бағалауға қолдануға болады. Екінші, жалпы сабақ барысында көре алатындай, яғни сізбен бірге жұмыс істей алатындай, сіз өзіңіздің мысалы тақтаңызда көрсете отырып бірге жұмыс істей аласыздар. Немесе балаларға жеке тапсырма ретінде бөліп беруге болатын сервистердің бірі. Енді келесі бізде Quizlet. Бұл да Quizizz-ге ұқсас, алайда бұның өзіндік ерекшеліктері бар. Бұл да интербелсенді тапсырмалары ерекшелік бар. Бұл жерде де қатысушылар саны шексіз, және тапсырмалардың жауабын бірден көруге болады. Бұның ерекшелігі негізінен топтық тапсырма ретінде беруге ұсыныс берем. Өйткені топтық тапсырмаларда бұл жерде әрбір топқа бөлінеді, және топқа бөліну барысында балалар мысалы үш топқа бөлінеді, әрбір топтың ішінде мысалы 4 бала, 4 бала болатын болса, 4 балалар осы нені пайдаланады, мысалы сервисте сұрақ беріледі, алайда 4 баланың біреуінде ғана дұрыс сұрақ болады. Сондықтан да бұл жаңа топпен жұмыс істеуді мәжбүрлейді, яғни бір бала артта қалып қоймайды дегенде. Өйткені әр қайсысына да дұрыс жауабын 4-інің біреуінде ғана кездеседі. Сондықтан да бұл 4 топтық жұмысқа өте ыңғайлы платформа болып саналады. Жақсы, келесі, бұл жерде тағы да айтатын әртүрлі шаблондар, яғни Quizizz-та, Quizlet-та дайын шаблондар түрлері бар, және осыған дейінгі істелген тақырыптарда тесттік тапсырмалы дайын түрлерді қарап көруге болады. Одан кейін бұл жерде сәйкестендіру тапсырмалары. Яғни бұл жерде жеке тапсырма ретінде де қолдануға болады, үй жұмысы ретінде қолдануға, топтық жұмыс ретінде қолдануға болады. Келесі. Бұл жерде wordwall.net, яғни wordwall деген қазіргі кезде өте актуалды, яғни өзекті платформалардың бірі, дайын шаблондар бар. Дайын шаблондар дегенде тапсырма түрлері. Мысалы, жаңа квиз тапсырмасы, викторина тапсырма, немесе сәйкестендіру тапсырмасы деген сияқты, немесе одан бөлек жаңа ойын түрі бар, белгілі бір жануарлардан немен ұру, балғамен ұру деген секілді, яғни ойын түрі бар. Бұл ойын түріне арналған негізгі сервистер. Мына жерде мен тек қана викториналық тапсырма түрлерін көрсеткен болатынмын. Және де одан бөлек сіз сұрақтарды дайын түрде, яғни өзіңіздің сұрақтарыңызды енгізесіздер, шаблондар қайсыға ыңғайлы, қайсыға мысалы қызықты болды, сол шаблондарды дайындала аласыз. Яғни сіз тек қана белгілі бір тест немесе белгілі бір тапсырманы енгізе отырып, барлық шаблондарды қалай көрінетінін бірден көре аласыздар. Енді келесі. Және де бұл жерде де бірден кері байланыс алуға болады. Қанша мысалы дұрыс жауап берді, қанша қате жауап берді, және жалпы қатемен жұмысты жасауға болады. Және балалардың арасында бұл жерде
деңгейлік тапсырмалар да бар. Сол деңгейлік тапсырмалар орындауға болады. Яғни бірінші деңгей, екінші, үшінші, төртінші деңгей. Яғни әрбір деңгей сайын ол күрделене береді деген секілді. Яғни осы арқылы балалардың бәсекелестігін арттыруға болады. Бұдан кейін udoba.org деген бар. Бұл өте қызықты платформаның бірі. Бұл ресейлік платформа. Бұл жерде тегін конструкторлар бар. Яғни тегін конструктор деген сіздер шаблон беріледі. Сол шаблонды қолданып, жаңағы өзіңіздің тапсырмаларыңызды енгізесіздер. Бұл интерактивті, бұл ашық, тегін. Және де бұл ресурстарды сіздер әртүрлі сабақта қолдана аласыздар. Қай сала болмасын, жаратылыстану саласы немесе гуманитарлық сала болсын, яғни қай сала болсын, сіздерге дайын шаблондар бар. Оның ерекшелігін айтайын. Бұл жерде сәйкестендіру тапсырмасынан бөлек, немесе викториналық тапсырмадан бөлек, әртүрлі виртуалдық және де айтқанда 3D модель ретінде істеуге мүмкіндік беретін тапсырмалар да бар. Мысалы, мына бізде виртуалдық тапсырма, әрбір несіне бассаңыз, мұндай нұсқаларына бассаңыз, әрбір жерде белгілі виртуалдық панорама секілді шығады. Яғни бұл барлығы тегін енгізуге болады және сабақтарыңызда қолдануға болады. Немесе сабақтан тыс белгілі бір шара жасайын десеңіздер де осы платформаны қолдануға болады. Өте ыңғайлы. Және де дайын тапсырмалар бар. Мысалы, дайын тапсырмалар ішіне ұнағандарыңыз болса, сол дайын тапсырманы да қолдануға болады. Бұл үй жұмысы ретінде, жеке тапсырма ретінде, топтық жұмыс ретінде де қолданыла береді. Келесі. Енді қазіргі кезде өте өзекті тапсырмалардың бірі, ол тарсия дейді. Тарсия деген әдіс, ол дайын шаблондар тұрады. Айтқанда, бұл сілтеме дайын тапсырмалар, олар неге ұқсайды? Олар жаңағы мозаика ұқсайды, бір-біріне жалғасып отырады. Бұны әрине сіздер шығарып аласыздар, сұрақ жауап ретінде, және балалармен топтық жұмыс, яғни өзінің айтқан дұрыс жауабын іздеу үшін балалар топтық жұмыс ретінде қолданылады. Және де бұл тапсырмаларды осы бағдарлама арқылы сіз тек қана сұрақтар енгізесіз, және оны документ ретінде көшіріп алып шығарып алуға болады. Немесе электронды түрде де қолдансаңыз болады. Әрине шығарып алу өте ыңғайлы. Келесі, бізде ең қызықты платформалардың бірі Learning Apps. Бұл тегін платформа, бұл жерде де шаблондар берілген, және әрбіреуі пәнге бөлінген. Әрбір пәндерде өзінде тапсырмалар болады. Интерактивті тапсырма, яғни бұл жерде жаңа сәйкестендіру тапсырмасы, немесе миллион күнге бұйырады деген тапсырма, яғни әртүрлі тапсырма түрлері бар. Сол тапсырманы қолдануға болады. Одан бөлек, мысалы, географиялық карта деген тапсырма, хронологиялық кесте деген тапсырмалар бар. Яғни бұл жерде дайын шаблондар бар, өздеріңіздің тапсырмаңызды енгізе аласыздар. Немесе дайын тапсырмалар түрлері де бар, оны да енгізе аласыздар. Тек қана тарату жолында сілтеме арқылы немесе QR-код арқылы жібере аласыздар. Немесе бұл тапсырма бірден неге жүктеуге болады? Шығарып, Word документке жүктеп, шығарып беруге болады. Одан кейін онлайн тест-пад бар. Онлайн тест-пад бұл жерде негізгі тапсырма түрі дәрісі ұқсас, әртүрлі сәйкестендіру тапсырмасы, диктант, мысалы, кроссворд ретінде, әртүрлі ребус ретінде тапсырмалары бар. Бұл жерде шаблонда бар, немесе өзіңіздің тапсырманы енгізе аласыздар. Және бұл жердің ерекшелігі, соңында балалар сертификат алады. Яғни сіз, мысалы, осы тапсырма біткеннен кейін белгілі сертификат бере аласыз. Сертификат, мысалы, ол балл түрінде беріле ма, немесе купон жеңілдік ретінде бір күн, мысалы, үй жұмыссыз келуге болады деген сияқты, немесе бір балл қосамын деген сияқты. Яғни қандай сізде идея болады, сол идеяны қолдансаңыз болады. Немесе, мысалы, мектеп ішінде олимпиада жүру мүмкін, апталық кезінде олимпиада немесе басқа да конкурстар болған кезде осы сервисті пайдаланып тапсырма жүктеп, соңында не беретіндей, мадақтама, сертификат бере алатындай қолдансаңыз болады. Және бұны ТЖБ, БЖБ кезінде қолдана аласыздар, мысалы, қашықтық кезінде. Неге? Өйткені уақыт шектеу мүмкіндігі бар, және де артқа қайтпай, яғни тек қана алдыға жүру, яғни сіздің негізде айтқанда сіздің қолыңызда. Одан кейін балаларға бір-ақ рет доступ беру мүмкіндігі бар. Яғни қайта кірмей, бір ғана доступ. Сондықтан академиялық
адалдық сақтау мүмкіндігі. Иә, құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Ахмадиярова Майя деген кісі. Жанагүл апай, сұрағыңыз бар ма? Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Жалпы сізден сұрақ, менен жауап деген бар. Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса, жаңағы платформа бойынша сұрақтарыңыз болса, микрофонды қосып айтсаңыз болады. Сәлеметсіз бе? Біз де кешігіп кірдік Zoom-ға. Бірақ бізге мына келген қатынас қағазда бүгінгі күнде дарынды баламен жұмыс деген тақырыпта болған математика пән мұғалімдері үшін деп. Сіз мына платформаларды қалай қолдану керектігі жөнінде айтып отырсыз, иә? Біз дұрыс кіріп отырмыз ба? Қателесіп кіріп кеткен жоқпыз ба? Мен түсінуімше дарынды балалармен жұмыс дегенде жалпы геймификациялық әдістерді қалай пайдалануға болады. Ол кез келген дарынды бала болсын, жалпы оқушылар болсын, және сіздер қалай қолданасыздар, солардың ынтасын көтеру үшін, яғни мотивация үшін осыларды қолдануға болады деген сіздерге ұсыныс жасап отырмын. Ол кез келген мұғалімге керек. Ол жатыстану болсын, гуманитарлық бағыт болсын, кез келген пән мұғалімдер. Жақсы, рахмет, түсінікті. Негізінде бізге қазіргі мұғалімдерге өте керекті тақырыпты айтып жатырсыз. Көп рахмет сізге. Рахмет. Енді жемісті нәтижені мадақтауға арналған ұсыныстар, яғни сіздер сабақтан кейін, яғни сабақ формасы әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, сіздер сабақтан соңында оларға мысалы сертификат беруіңізге мүмкін. Яғни тақырыбыңызға байланысты әрине. Сертификат беру мүмкін, немесе чек-лист берулеріңіз мүмкін. Немесе одан бөлек, чек-листтен бөлек белгілі бір не беру мүмкін. Айтқанда гайд дейді ғой, сондай беруіңізге болады. Яғни бұның барлығы не үшін қолданады? Яғни бала келесі сабақта сіздің сабағыңызға қызығушылығымен келу үшін. Яғни сіздің сабағыңыз осылай өтеді және осындай мысалы қызығушылық пайда болды және де осы қызығушылықты ары қарай арттыру мақсатында деген сияқты. Әртүрлі осындай нелер ресурстар қолдана аласыздар. Одан бөлек тағы да ресурстардан мысалы сертификат міне. Осындай Canva арқылы сіздер сертификат жасай аласыздар, немесе презентация арқылы дайын сертификаттың шаблондары бар. Сол шаблондары тек қана толтырып, және оқушылармен бөлісе аласыздар. Одан кейін марапаттау ретінде сіздер мысалы қандай деңгейдегі тапсырма орындады бүгінгі сабақты. Яғни сіздің кері байланысыңыз оқушыға деген. Яғни қандай тапсырма орындады, неше балл алды деген сияқты мындай кесте түрінде не істей аласыздар, яғни кері байланыстар бере аласыздар, мадақтай аласыздар. Одан бөлек купондар беруге болады. Купондар қандай? Мысалы, бүгін оқушы не жұмыссыз келуі мүмкін деген сияқты. Геймификация ол бірнеше бөліктен тұрғандықтан, яғни сіздерде мысалы қызығушылық арттыру, тапсырма түрлері, немесе сабақтың басында, ортасында, немесе соңында қолдану барысында әрбір өзінің құрылымдары болады. Геймификация ойын болғандықтан, ойында міндетті түрде белгілі бір сыйақы болу керек. Сондықтан сыйақыны бөлу үшін, яғни сыйақыны қандай түрі қолдануға болады, қандай ресурстарды қолдануға болады дегенде сіздерде екі түрлі сыйақы түрлерін көрсетіп жатырмын. Яғни екі түрлі дегенде 6 түрлі. Жалпы олардың біреуі сертификат, сертификатты мысалы Canva арқылы дайын сертификаттың шаблоны бөліп, сіздер белгілі бір жаңа сабақтан кейінгі кері байланыс сертификатын бере аласыздар, немесе мадақтама деген секілді. Яғни сіздің жалпы тақырыбыңызға байланысты. Одан кейін чек-листтер бере аласыздар. Яғни осы сабақта осындай мысалы тапсырма орындалды. Яғни тағы да белгілі бір нәтиже жету үшін тағы да осындай чек-листтерді орындасаң деген сияқты. Яғни белгілі бір кері байланысқа, мадақтауға ұсынылған ресурстарды қолдануға болады. Одан кейін мүмкін мысалы сіздерде не бар, демалыс күндері бар. Демалыс күндерде мүмкін сіз белгілі бір тапсырма бересіз, яғни осыншама кітап оқу керек. Яғни егер ол мысалы әдебиетке байланысты болатын болса, осы кітаптың осындай кітап түрлерін оқу үшін мысалы чек-лист беруге болады деген сияқты, немесе күнтізбе беруге болады, яғни балалардың қаншалықты орындалғанын көру үшін. Одан кейін одан бөлек бұл шаблоны, одан бөлек онлайн ресурс берілген, яғни бұл жерде бірінші
яғни қандай тапсырмалар деңгейін орындады, соны белгілеп отырса, яғни А деңгейдегі немесе Б деңгей немесе С деңгейдегі қаншалықты орындалды, және соңында сізге нәтиже шығару оңайырақ, яғни қанша бал алды деген сияқты. Одан кейін жаңағы балдан бөлек сіздерге мотивация беретін ресурстар, ол купондар мысалы. Ол мысалы бір күн үй жұмыссыз, немесе бүгін мысалы ешқандай төмен баға алмайды деген сияқты. Одан кейін келесі қосымша бір балл деген сияқты. Яғни бала бүгін өте белсенді дайындалды. Сіз келесі мысалы сабақтарда оған бір балл жетпей жатса, соған бір балл қосу үшін ол купонды пайдаланады. Яғни бала ол купонды не істейтін болады, құнды деп санайтын болады. Неге? Өйткені ол купон оған қажетті жағдайда ғана пайдаланатын біледі. Сол себепті өзін жаңағы сабаққа деген қызығушылығын көре аласыздар, және сіздің сабағыңызды құндайтынын көре аласыздар. Одан бөлек, яғни сыйақылардың бірі ол тіпті сыйақылар болуы мүмкін. Яғни ол сіздер мысалы конкурс ұйымдастырсаңыздар, немесе викториналық сабақ ретінде ұйымдастырсаңыздар, яғни сондай ресурстарды қолдана аласыздар. Жақсы, құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса? Өтініш сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде қойсаңыздар. Осы материалдарды жіберемін екен бізге. Мен айтып, чатқа сіздер маған почталарыңызды жіберіп қойыңыздар, мен сосын почталарыңызға жіберемін материалдарды. Онда платформа бойынша сұрақтарыңыз болмаса, онда сіздерге мен чатқа сілтеме жіберемін. Ол жалпы осындай сұрақтардан тұрады. Яғни, қандай пайдалы қызықты ақпарат алдыңыз осы вебинар бойынша, яғни сіздерге қызықты болды деген. Одан кейін не үшін бұл ақпаратты қайда қолданасыздар, және қай жерде сіздерге ол қажет болады. Одан кейін әрі қарай бұл ақпаратпен сіздер не істейсіздер? Яғни жаңа білім менің өрісіме, дамуыма қалай әсер етті, немесе қалай әсер етеді? Яғни сіздер қайда оны қолданасыздар? Және ұсыныс, қандай ұсыныстарыңыз бар? Жалпы осы не бойынша, вебинар бойынша қандай ұсыныстарыңыз бар? Мұндай вебинарлар негізі кәдімгідей барып болған жақсы еді. Біз барлық нелерді көріп, жаңағы платформалармен жұмыс істеп, үйреніп алсақ, барлық нелерін білуге болар еді. Қалай жұмыс жасау керек екен, мысалға білетінімізден білмейтініміз көп қой. Біз бұл нелердің, платформалардың барлық жұмыс жүйесін кәдімгідей үйренсек деп ойлаймыз. Мына жерде мысалға жай ғана үйренеміз, кейбір жағдайын білмей қалуымыз мүмкін, дұрыс пайдалана алмай қалуымыз мүмкін. Сондықтан да кәдімгідей үйретілсе деп ойлаймын. Жақсы, жалпы сіз үшін офлайн бір семинар ретінде, өйткені бір 40 минутта немесе бір сағаттың ішінде шектелетін нелер емес, айтқанда платформалар емес. Жалпы шебер сынып деп айтуға болады. Жақсы, рахмет. Жалпы сіздерге бөлінген сілтеме бойынша Padlet, Padletте сіздері осы сұрақтарға жауап берсеңіздер болады, яғни қазір ауызша жауап берсеңіздер болады, немесе сол платформада жауап берсеңіздер болады. Онда осымен мен вебинарды аяқтаймын. Өздеріңіздің айтқан кері байланыстарыңызды жаңағы сілтеме арқылы берген Padlet қосымшасы арқылы берсеңіздер болады. Егер сіздерде сұрақтарыңыз туындаса, жаңа платформа бойынша мен келесі өзімнің контакт нөмірімді берем. Осы WhatsApp желісіне хабарлама жіберсеңіздер болады. Егер сұрақтар туындаса. Яғни сіздерге мен әлі де презентация жіберемін. Сол презентация ішіндегі платформа бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, осы нөмір арқылы хабарласа аласыздар. Яғни WhatsApp желісі арқылы міндетті түрде жауап беремін.